Армысыздар, біздің арнамызға қош келдіңіздер. Біз бүгін мынау қазақтың ет асып жеу, дұрыс тамақтану туралы әңгіме қозғағалы отырмыз. Мына алдарыңызда шағын ет пісіріліп жатыр. Ішінде құйрық бар, ет. Осы етті жеу керек. Етке сәбіз, картоп қосып қойса, одан сайын дәмдірек болады. Мынау қазір біздің жастарымыз майлы еттерді жемейді, ойбай май дейді, басты жемейді, қарынды жемейді, түрлі осындай сылтауменен ысырап болып жатады. Сондықтан етті жеу керек. Қытайдың лапшасы мен бургер, донер жеп денсаулықты құртасыздар. Ертең болашағымыз не болады? Ертең жастарымыз не болады? Міне қолдан қамыр жайылып салынып жатыр. Осы қамыр ауқатты бес бармақ дейміз ғой, әр жерде әртүрлі атайды, ет ауқат деп айтып жатады. Міне осылай жеу керек. Бұл денсаулыққа пайдалы. Міне құйрықты осылай кәдімгі алдыға қойып отырып, кесіп, асап отырып, майлы еттен, құйрықтан жеу керек. Себебі экологиямыз таза емес қазір. Лапша, донер, бургер дегенде көп жей бермеу керек. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, қазанымыз оттан түспесін, елімізде бәле желе болмасын. Келесі жүздескенше сау, саламатта болыңыздар.